Ассалаумағалейкум. Бұл кітапта жазған екінші тақырып ол жалған ақпарат. Бұл күнде интернеттік жүйе дамыған заман. Бірталай ақпараттар көз алдымызда өтіп жатыр. Ол ақпараттың ішінде ақиқаты да бар, жалғаны да бар. Жалған ақпарат көбіне бірнеше мақсатпен таратылады. Ол баяғы заманнан қолданып келе жатқан айла тәсіл. Елге дұшпан адамдар халық арасында жалған ақпарат таратып, оның үрейін қашырады. Бір елдің адамдарын бір-біріне айдап салады, немесе өзге елмен жауластырады, және тағы басқа құйтырқы әрекеттер жасайды. Бұл не үшін жасалады десеңіз, өз ішінде жауласып, бүліктен көз ашпайтын, өзге елмен жауласқан ел күндердің бір күні әлсіреп құлдырайды. Сол кезде ол елді басып алуға оңай болады. Мұндай құйтырқы әрекеттер осы күні жалғасын табуда. Негізгі мақсат елдің қазыналарына мұнай, газ, түрлі түсті металдар, тағы басқа байлықтарына қол жеткізу. Бұл мақсатта барлық құйтырқы амалдар пайдалануы мүмкін. Дүние үшін бәрін пайдаланады. Ақпаратты, экономиканы, политиканы, дінді және тағы басқа амалдар іске асыру мүмкін. Жаратушы бізді қандай да бір ақпаратқа тап болсақ, оны тексеріп алуға шақырады. Сондықтан қандай бір ақпаратқа тап болсақ, бірден әрекетке көшпей, оны тексерген жөн.